Ассаламу алейкум құрметтілерім, бүгін біз сіздермен үй жағдайындағы гранола дайындайтын боламыз. Таңғы асқа өте керемет, витаминдерге бай. Үй жағдайындағы граноланы дайындауға кірісейік. Осылай алдымен овсянканы алып, 400 грамм құрғақ табаға салып, жақсылап араластырып отырып, үздіксіз араластырып отырып қуырып аламыз. Осылай біраз қуырылғаннан кейін түсі де, иісі де әдемі болып шыға бастайды. Сөйтіп қызарып болған кезінде май қосамыз. Менде кокосовое масло, оливковое масло қосуға да болады, кокосовое масло қосуға да болады, сары май қоссаңыздар да болады. 1-2 ас қасық май қостым. Оны да ертіп жақсылап қуырып аламыз. Барлығын баяу отта істейміз. Қатты отта істемеңіздер, қатты отта тез күйіп кетеді асты. Баяу отта жаймендеп қуырып, майы жақсылап араласқан соң 3 ас қасық бал саламыз. Медті салып, 3 ас қасық, қазір мен бастапқыда 2 қасық салдым. Кейін дәмін көрсем өзіме аздау болды, содан кейін тағы да 1 қасық үстінен қостым. Осылай жақсылап араластырып қуырып аламыз тағы да. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Қуырылып тұрған күйінде мен жаңғақтарды жуып турап алған болатынмын сыртын. Сондықтан кішкене нәм болып тұр олар. Сол үшін тағы да жақсылап қуырамын. Грецкий орех пен миндаль салдым. Кез келген кептірілген жемістер салсаңыздар болады. Оны да жақсылап тұзбен қосып, айтқандай жарты шай қасық тұз саламын. Сөйтіп жақсылап араластырып қуырып аламыз. Иісі деген вообще ғой бұның ше. Жалпы граноланы істеп бастағаннан бастап қуыра бересіз ғой, бірақ нәтижесін көрген кезде вау дейсіз ғой. Осылай дайын болған өнімді беті жабық ыдыста құрғақ жерде сақтағандарыңыз жөн. Одан кейін таңғы асқа немесе перекусқа, әртүрлі йогуртпен, айранмен немесе сүтпен, кез келген нәрсемен қосып жей берсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын. Жаңа пайдалы рецепттерді біліп отыру үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Баршаңызға Алла разы болсын.